Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Маған мынау ИК дейді, бір какой-то бір шын мәнінде келген кезде сондай бір кеше концерт болыпты, туымыздың нетті дейді да. Енді оны көтеріп жатқан кім? Маған жазып жатқан жігіттер көбісі жатыр, намысыма тиіп жатыр. Сендер давай қолдап шықсыңдар, біз до конца переміз ғой дегендей ше. Ондай вариант барлық жерде де бар. Сол перетін болсаңдар өздерің жалғыз шығып періп салмайсыңдар ма? Үйтіп бізді үйтіп интригаға тықпай. Мен көрдім, мен жүрегім ауырды, ауырған жоқ емес, ауырды. Санасыз адамдар оны бір жағынан көтеріп жатқан өздерің сияқты қарапайым халық. Мысалға, достойын жігіттер өздерінің қарындастарын, інілерін, ондайлардың концертіне жібермесе, меніңше олар пидорлар, чорттар конченый. Соларға жібермесе, онда ешкім болмайды. Қайдағы жоқ, бір аурулардың концерттерін өздерің жібересіңдер де, өздеріңіз ашуланып жүресіңдер. Аллаға шүкір, мен бір туыс. Сол себептен ойланып, өздерің жазатын алдында бірдеңке ойланып жазыңдар. Әрине мен қазақ елін сүйемін, қазақ елі үшін жанымды беруге дайынмын. Ел шетіне жау келсе, қайдағы жоқ бір сондай, енді қалай бір алқаш, кончен наркомандарды ұрып, мен жылайын жоқ, өйтіп срок ұстауға ше. Ата конкретный, ертең ел шетіне жау келсе, сөге сендер қалқау жүрмеңдер, икаларыңмен қос қойып, ламент етіп қашып жүрмеңдер. Олар не? Оларға сол шоу керек. Ішіп алып айтыр сөйлеп қойды, штраф анау мынау деп сөйлейді да, олар өзіне пиар жинап жатыр. А сендер соны таратып, шулатып, қажет не? Өз уақыты келеді олардың да ше. Алла тағала жазаларын береді оны қазір үйтіп шашайғылап. Или конкретно біздің басшылыққа айту керек, конкретно көздерін құртсын деп ше. Басшылықта енді бүгін Түркістан облысының әкімі отказ берді мысалға.